жазбасам болмайын деп тұр. Қазір мына бір жерден екінші жерге автобуспен отырып келдім. Ішінде көрген оқиғадан жүрегі ауырды кішкене. Көңіл күй түсті. Бауырымыз кірді. Мен басында мән берген жоқпын. Өзімнің оймен, өзімнің шаруаммен өзім әлек болып тұрғам. Сосын қандай дауыстар келді. Карточкалар аламыз, оңай салатын, удостоверение салатын деп. Бағасы 100 теңге деп. Енді өзім ойым мынандай болды, маған керек емес ондай дүние деп. Бірақ қараған жоқпын да. Сөйтіп қасыма келді ол жігіт. Қарасам, қолда ұзын таяғы бар. Сөйтсем көзі көрмейді екен да. Жас жігіт, екі көзі де көрмейді. Ешкімнен қайыр тілеп жүрген жоқ. Көмек сұрап жүрген жоқ. Өзінің тіршілігін жасап жүрді, саудасын істеп. Көзі көрмесе де. Сол өзіме үлкен бір сабақты насихат болды. Осыны көріп. Сол бұл видеоны енді ең бірінші очередь өзім үшін жазып жатырмын ғой. Сөйтіп арасында бір шүкіршілігім азайған кезде сөйтіп осындай видеоны көріп тәубеме келіп отырғанға